Мындай айтып жатсыз ғой, өйстіп жүріп оқытып жіберетін сияқтысыз ғой бәрібір. Бірақ әке, мен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұрайын. Рұқсат бересіз ба? Ай, жақсы нәрсе болса неге бермеске? Келіңіз екеуміз ана жоға шақырған жерге барайық. Барыңдар, рұқсат, оған рұқсат. Оған бересіз ғой рұқсат, бірақ тағы бір нәрсе сұрайын деп тұрмын ғой, соған просто келініңіз ашейін бір кішкене әдемілеп, бір киініп, прическа жасап барсақ деп екеуміз ақылдасып. Тәйт, балам, не айтып тұрсың? Жоқ. Келінің орамалына тиіспе. Әйел орамалын шешсе арыны ұмытады, күйеуінің барыны ұмытады, шашы тамаққа түседі, ал өзіне өзгенің көзі түседі. Ол деген, бізді жаратқан Алланың өзі парыз еткен нәрсе ғой. Жоқ, мен түсінбейдім, әке, түсінбеймін. Неге сол келін міндетті түрде халат дамбал киіп алып, бір униформа киіп алып, кәдімгі келіндерге униформа деп жазып, басына орамал тағып алып, келгендерге сен берді деп, сәлемдеп иіліп жүру керек ол. Оны бір формально істесе ма, формально, просто бит істесе болды, өтірік қой бәрі. Сонша азаптап не болды сонша оны? Адам ғой оларда. Түсінбеймін соны бір. Қыз қалыптан әйел қалыпқа көндіретін ол сәлемі, жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған әйел ғана қатын болады. Қатын болған әйелдің қазаны отқа жақын болады дейді. Құрсағын кеңейтіп бала тапқан ана болады. Басқа салғаннан ой түйіп, бойын түзеткенге Құдай өзі пана болады. Үлкендің айтқанын бойына сіңіріп, өзі де сол әулетке сіңе білген келін ғана дана болады. Дінімізде әйелдің ашық-шашық жүрмеуін оларды төмен санағандықтан емес, керісінше қорғау, абырой беделдерін сақтау мақсатында бұйырған. Әйел әдемі қылып орамал тағуымен көрікті, жарасымды қылып ұзын киюімен ибалы. Қазақтың есті қыз етегін қымдайды деуде бекер емес. Мына бағалы деген алтын тас жер қойнауына жасырулы. Мөлдіреген маржан тас теңіз түбіне жасырулы. Енді бағалылардың бағалысы, көріктілердің көріктісі, асылдардың асылы әйел затының да ашық-шашық жүруі құптарлық іс емес, балам.